Құрметті студенттер, бүгінгі тақырыбымыз Нұрсұлтан Назарбаев және модернизация қазақстандық моделі. Сабақтың мақсаты Қазақстан Республикасы тұңғыш президенттің қазақстандық модернизациялау үлгісін құрастыру және жүзеге асырудағы рөл туралы қорытынды жасау. Бағалау критерийі Қазақстандық модернизация үлгісін құрастыру және жүзеге асыруда Қазақстан Республикасының тұңғыш президенттің рөлін бағалау. 20 ғасырдың соңында ірі оқиғалар орын алды. Кеңес одағы ыдырап, 15 мемлекет құрылды. 1990 жылдың 24 сәуірінде Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасы президенті лауазымы тағайындалып, оған КСР жоғарғы кеңесі Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевты сайлады. 1991 жылы 1 желтоқсанда жалпы халықтық сайлау өтіп, Назарбаев КСР президенті болып сайланды. 1991 жылдың 10 желтоқсанда мемлекет Қазақстан Республикасы деп атауын өзгертті. 1991 жылдың 16 желтоқсанда Қазақстанның жоғарғы кеңесі Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі туралы заң қабылданды. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев болды. 2010 жылдың 15 маусымында Назарбаевқа ресми түрде Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы мәртебесі берілді. 2019 жылы 19 наурызда Қазақстан халқына арнайы мәлімдеме жасаған Назарбаев өзінің президент лауазымы қызметінен кететінін мәлімдеді. Президент өкілеттілігі Қазақстан Республикасының 2019 жылдың 19 наурызында Қазақстан халқына арнайы мәлімдеме жасаған Назарбаев өзінің президент лауазымы қызметіне кететінін мәлімдеді. Президент өкілеттілігі Қазақстан Республикасының Конституциясына сай парламент сенатының төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаевқа табыстады. 2019 жылдың 9 маусымында жалпы халықтық сайлау нәтижесінде Тоқаев Қазақстан Республикасының президенті болып сайланды. Қазақстан жаңғыруының ең басты бағыты мынада болды. Бірінші экономикалық реформа, екінші саяси реформа. Президенттің өзі басым бағыттарды мемлекетті өркендеудің алғашқы кезеңінде экономикадан кейін саясат тұруы керек деп анықтады. Тәуелсіздік кезеңінде қол жеткізген жетістіктер таңдалған жолдың дұрыс екендігін көрсетеді. Қазақстан азаматтары елді өркендетуде экономикалық және саяси тұрғыдан анық, нақты, тура жолдың таңдалғанына куә болуда. Барлық соңғы реформалар бүгінде Қазақстанның тура жолда келе жатқан әрі алдыңғы қойылған ұзақ мерзімді мақсаттарға нақты қадам басқанын айғақтайды. Қазақстан Республикасы өз тәуелсіздігіне қол жеткізген кезеңнен бастап алдында ұзақ мерзімді сыртқы саяси мақсаттар қойды. Ресеймен одақ қатынастарды нығайту, Қытай Халық Республикасымен стратегиялық байланыстарды арттыру, ақш-пен және Евроодақ елдерімен әріптестік байланысты дамыту. Елді саяси жетекшілер тек Батыс Европа, ақш мемлекеттері ғана емес, Қытай, Үндістан, Сингапур, Пәкістан, Түркия, Бразилия секілді күшті державалармен, жетекші араб елдерімен байланысты арттыру мақсат етуде. Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық Евразиялық экономикалық қауымдастық, Азияда өзара сенім шаралары кеңесі, Шанхай ынтымақтастық ұйымдарының құрылуына тікелей бастама болды. Қазақстан 2030, Қазақстан 2050 даму стратегияның негізгі идеясы 1997 жылы президент Қазақстан халқына жолдаған жолдауында Қазақстан 2030 даму стратегиясын тұңғыш рет жариялады. Осы бағдарлама негізінде сараланып, басым бағыттар мен стратегиялық даму жолдары айтылды. Қазақстан 2050 стратегиясының еліміздің дамуындағы рөлі қандай? Қазақстан 2050 стратегиясының 7 саяси бағыты қандай? Қазақстан 2050 стратегиясында көзделген мақсат қандай? Осы сұрақтарға жауап беруге тырысайық. Елбасының Қазақстан 2030 ұзақ мерзімді стратегиясының негізгі жоспарланған жобалары межеленген мерзімінен бұрын іске асып, ендігі кезекте елдің дамуын бағдарлап, жолын айқындайтын ұзақ мерзімді стратегияның қажеттілігі туындады. Қазақстан 2050 стратегиясының еліміздің дамуындағы рөлі қандай?
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 2012 жылы 14 желтоқсанда Қазақстан 2050 стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа бағыты атты жаңа жолдауын халыққа таныстырды. Еліміз тәуелсіздіктің 20 жылы ішінде ел іргесі мықты қаланып, баянды ғұмыр кешіп, дамыған 50 елдің бірі болады деген саяси тұжырымы орындалып, мемлекет басшысы бұл жолдауда дамыған 30 елдің санатына қосылу міндетін қойды. Қазақстан 2050 стратегиясының 7 саяси бағыты қандай? Бірінші, жаңа бағыттың экономикалық саясаты пайда алу, инвестициялар мен бәсекеге қабілеттіліктен қайтарым алу принципіне негізделген түгел қамтитын экономикалық прагматизм. Екінші, ұлттық экономикамыздың жетекші күші кәсіпкерлікті жан-жақты қолдау. Үшінші, әлеуметтік саясаттың жаңа принциптері, әлеуметтік кепілдіктер мен жеке жауапкершілік. Төртінші, білім мен кәсіби машық, заманауи білім беру, кадрларды даярлау мен қайта даярлау жүйесінің негізгі бағдарлары. Бесінші, мемлекеттілікті одан әрі нығайту және қазақстандық демократияны дамыту. Алтыншы, дәйекті де болжамды сыртқы саясат, ұлттық мүдделерді ілгерілету мен өңірлік және жаһандық қауіпсіздікті нығайту. Жетінші, жаңа қазақстандық патриотизм, біздің көп ұлтты және көп конфессиялы қоғам табысының негізі. Қазақстан 2050 стратегиясында көзделген мақсат қандай? Елбасы жолдауда өркендеген экономикасы, берекелі қоғамы, бақытты да кемел болашағы бар мәңгілік ел болуды басты мақсат етіп қойды. Сонымен бірге Қазақстанды дамыған 30 елдің қатарына қосу міндетін қойды. Қазақстан 2050 мәңгілік елге бастайтын ең абыройлы, ең мәртебелі жол. Осы жолдан айнымайық деді Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Президенттің бұл жолдауы тәуелсіз еліміздің негізгі басым бағыттарын нақтылап, бүкіл қазақстандықтар үшін тың серпіліс әкелген игі бастама болды. Қазақстан атты егеменді еліміз дамушы мемлекеттер арасында биік шыңдарды бағындыру үшін бәсекелестіктің қатаң сындарына төтеп беріп, сүрінбей өтетініне сенімдіміз. Тарихи оқиғалар алдын ала белгіленбейді. Болашақтың түрлі нұсқасы бар. Оның қайсысы орындалатын адамдарға немесе оған қатысушыларға байланысты. Адамдар әрекетін анықтайтын объективті жағдайдағы шарттар ғана нақты әлеуметтік күштер, партиялар, қоғамдық қозғалыстар мен қоғамдық өмірдегі тарихи қайраткерлердің рөлін түсіндіруге және ғылыми тануға мүмкіндік береді. Тарихтағы жеке тұлға рөлінің маңызы әр бір ұрпақ үшін қашанда өзекті. Бұл әлемде жеке тұлғалар арқылы артқан қазіргі де жаһандану кезеңінде өте маңызды болуда. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Назарбаев осындай тұлғалар қатарына жатады. Тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуы жолында оның атқарған рөлі жоғары. Ең маңыздысы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Назарбаев осы жылдар арасында өз еліне азаматтық бейбітшілік пен саяси тұрақтылық, халықтар арасында достықты сақтап қалды. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Назарбаевтың тәуелсіздік Қазақстанның дамуы үшін атқарған еңбегі зор. Үйге тапсырма: мәңгілік ел жалпы ұлттық идеясының мақсаты неде? Осыған жауап жазып келеміз. Қош сау болыңыздар.